Баршамызға белгілі, елімізде үлкен бір саяси реформа қолға алынып жатқан. Оның ішінде мына ата заңымыз, Қазақстан Республикасының жаңа конституциясын жаңарту. Бұл әрине дұрыс. Себебі заманның өзгеруімен қоғам, табиғат, заңдарды өзгеріп тұрады. Соған ілесіп, бұдан былай да жаңа конституцияны қабылдау қажеттігі туындап отырғанын біз мақұлдаймыз. Енді осы жерде зайырлы мемлекет болғаннан кейін қазір мына түрлі талқылауларды әлеуметтік желіде көріп жатырмыз. Әсіресе мына тіл жөніндегі, мемлекет тіл жөніндегі халықтың мына ой пікірлерін тыңдап отырмыз. Әрине әркімнің өзінің ой пікірі болады бұл туралы. Мен өзім айтсам, енді жаңа конституцияның бірінші бөлімінің 9-шы бабының бірінші тармағында Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі деп белгіленіп айқын көрсетілген. Демек, бұл жерде қарасақ, былай түсіну керек. Мемлекеттік тіл тек қана жалғыз қазақ тілі. Басқа мемлекеттік тіл жоқ деп түсіну керек. Осының мағынасында, толық мағынасында қабылдауымыз керек. Бұл деген сөз не? Бұл қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде біздің еліміздің тәуелсіздігінің тұғырының мекемдеуіне, Қазақстан халқының бірлігі мен ынтымағының, қазақ қоғамының тұрақтылығына кепіл болатын, кепілі тіл мәселесі. Енді соның үшін қазақ тілін, мемлекеттік тілді мәртебесін көтеру, оны қорғау, сақтау әрбір қазақстандықтың. Оның ішінде әсіресе мына қазақ ұлтынан болған өзіміз азаматтардың осыған үлкен борыш, міндет ретінде қарау керек. Біз ана 9-шы баптың енді екінші тармағы ғой, енді адамдардың кішкене ойланып атқаны. Енді бұл жерде былай, менің өз пікірім былай. Жалпы қазір цивилизацияның заманы, жаһандану заманы, оның үстіне біздің Қазақстан мемлекеті әлемнің ең дамыған елдерінің қатарына қосыламыз деп іс-қимыл жасап атқан мемлекет. Сонымен бір қатарда біздің мемлекеттің бір ерекшелігі бұл көп ұлтты мемлекет. 130-ға жуық этностар, ұлт этностары бізде жасайды. Демек, бұдан мынандай статистиканы келтіруге болады. Біздің Қазақстан халқының 4-тен 1 бөлігі, яғни 5 миллионға жуығы өзге ұлт өкілдері. Енді біздің өзіміздің жаңағы орашала қазақша білетін ағайындарымызды айтпағанның өзінде қаншама 5 миллионға жуық халқында берді, олардың да бір құқығын шектемеу керек сияқты деп ойлаймын бір жағынан да. Егер ертең конституция қабылданған күннен бастап орыс тіліне, былай қазақ тілінен басқа тілдерге тыйым салынып қалған жағдайда ол халықтың да тағдыры бар ғой. Олар да Қазақстанның байырғы тұрғындары, Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздігінің осы қалыптасуына, дамуына үлес қосып жүрген азаматтар көп қой енді өзі. Біз олардың да құқығының қорғалғаны дұрыс деп есептеймін.